Темірдің таттану себебі не? Неліктен жараны сутек асқын тотығымен жуғанда көпіршиді? Күз айында жапырақтың түсі не себепті өзгереді? Сәлем достар, бұл Оқимия KZ. 5 минутта химияны түсіндіңіз. Оқим, иә. Құрметті оқушылар, бүгін сіздермен 7-ші сынып химиясының 2-ші тарауына кірісетін боламыз. Бүгінгі өтетін сабағымыз физикалық құбылыстар, химиялық құбылыстар. Химиялық реакцияның жүруі үшін қандай жағдайлар қажет екенін осы сабақтан түсінетін боламыз. Бізді қоршаған әлемде әртүрлі құбылыстар болып тұрады. Құбылыстар химиялық және физикалық болып бөлінеді. Химиялық құбылыс кезінде реакцияға түскен заттардың құраушы бөлшектері ыдырап, жаңа бөлшектер түзіледі. Яғни бір заттан басқа зат түзіледі. Бұл суретте сутек және оттек жай заттар. Олардың қосылуы нәтижесінде су молекуласы түзіледі. Яғни сутек, оттек жай зат, ал су молекуласы күрделі зат. Бұл реакция синтез деп аталады. Және химиялық құбылыс, себебі су молекуласы түзіліп тұр. Сүттің ұюы кезінде айранға айналуы да химиялық құбылыс. Сүтке ұйытқы қосылған сәттен бастап, оның молекулалары бірігіп, мына видеодағыдай көрініске ие бола бастайды. Яғни бұл химиялық құбылыс. Жану реакцияларының барлығы химиялық құбылыс. Себебі отын жанған сәттен бастап, ол бастапқы қалпына келмейді. Күз айында жасыл жапырақтың сары түске боялуы хлорофилдің ыдырау нәтижесінен. Яғни бұл да химиялық құбылыс. Темірдің таттануы ол қоршаған ортадағы ылғалды ауаның, топырақтың әсерінен. Темір таттанған кезде өз қасиетін өзгертіп бүлінеді. Бұл химиялық құбылыс. Яғни химиялық құбылыс дегеніміз бір заттан басқа заттың алынуы процесі. Химиялық құбылыстар нәтижесінде металл кенінен металл құймаларын, минералды тыңайтқыштар, көмірсутектер мен олардың туындыларына синтетикалық талшықтар, бояу, дәрі, қопарылғыш заттар және пластмасса әртүрлі тұрмыстық қажеттілік заттарды шығарады. Химиялық реакция белгілері: жылу бөлінеді немесе сіңіріледі, түсі өзгереді, газ түзіледі, иіс бөлінеді және тұнба пайда болады. Егер жарақатқа сутегі асқын тотығын тамызса, онда көпіршік пайда болады. Бұл газ бөліне жүру реакциясы. Және газдалған сусындардан осындай көрініс көрсеңіз, ол да газ бөліне жүретін реакция. Балауыз жанғанда жылу бөледі, яғни ол экзотермиялық реакция. Ас әзірлеу эндотермиялық реакция. Өйткені біздің ас пісу үшін белгілі бір мөлшерде жылуды жұтады, яғни сіңіреді. Кейбір реакция кезінде ерітіндінің түбінде ерімей қалған шөгінді болады. Ол тұнбаның түзілуі. Кейбір реакциялардан өткір, ащы, улы иіс бөлінеді. Бұл да химиялық реакцияның белгісі. Реакция кезінде ерітінді түсін өзгертсе, ол да химиялық реакцияның жүргендігін білдіреді. Кейбір реакциялар ауада қопарылыс беріп жанады, яғни жарық бөлінеді. Химиялық реакцияның жүруі үшін мынандай шарттар орындалу керек. Заттарды бір-бірімен тығыз жанастыру, ұсақтау немесе еріту, қыздыру, катализатор қолдану. Яғни сіз тәжірибе жүзінде берілген тапсырма бойынша бір затқа екінші затты араластыру арқылы химиялық реакция жасай аласыз. Қыздыру әр реакцияға әртүрлі әсер етеді. Мысалы, кейбір реакцияға қыздыру тоқтаса, онда реакция да тоқтайды. Реакция тез жүру үшін тағы да орындалатын шарттың бірі ұсақтау. Зат бөлшектері неғұрлым ұсақ болса, соғұрлым оның бөлшектері бірігіп, реакция тез жүреді. Ал енді физикалық құбылыстарды қарастырайық. Физикалық құбылыс дегеніміз реакция кезінде заттардың молекулалары өзгеріске ұшырамайды. Яғни реакциядан кейін заттың көлемі, температурасы өзгергенмен, оның молекулалық құрылымы өзгеріске ұшырамайды. H2O бұл су молекуласы. Су қайнаған кезде буға айналып, молекулалардың ара қашықтығы алшақтайды. Бірақ молекула су күйінде сақталады. Яғни су мұз күйде, жаңбыр күйде оның молекулалық құрылымы сақталады. Ағаш, шыны, пластмассаны өңдеп әртүрлі бұйымдар жасауға болады. Бұл физикалық құбылыс. Материалдарды өңдеудің түрлі тәсілдері бар. Қалыптап құю, желімдеу, біріктіру, мұның барлығы физикалық құбылыстарға жатады. Өйткені құбылыстан кейін оның формасы едәуір өзгергенмен молекулалық құрылымы және қасиеті өзгермейді. Құрметті досым, видео пайдалы болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыз, мен міндетті түрде жауап беремін. Лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Құрметпен, Ақбота Бойтан.